Ормандағы жалғыз адам. Күздің соңғы айы еді. Ресейдің солтүстігіндегі қалың тайга сарғайған жапырақтарын баяу жоғалтып, қысқа дайындалып жатқан. Елуге таяп қалған орманшы Виктор Соколов орман ішіндегі шағын үйінде жалғыз тұратын. Оның өмірі көпшілікке қызықсыз көрінгенімен, өзі үшін бұл тыныштық нағыз бақыт болатын. Бірнеше жыл бұрын Виктор Мәскеудегі қарбалас өмірден біржола бас тартқан еді. Үлкен компанияда жүргізуші болып жұмыс істеп жүргенде күн сайын кептеліс, шу мен адамдардың бітпейтін мәселелерінен шаршаған. Әйелі қайтыс болғаннан кейін қала оған мүлдем жат болып көрінді. Сол кезде ол бәрін сатып, бала кезінен жақсы көретін тайгаға көшіп келген. Орман оған тыныштық сыйлады. Әр таң сайын ол ағаштардың арасынан көтерілген тұманды тамашалап, құстардың даусымен оянатын. Бірақ тайга әрқашан мейірімді бола бермейтінін Виктор жақсы білетін. Қарашаның суық таңдарының бірінде ол әдеттегі тексеріс маршрутына шықты. Аспан сұрғылт тартқан. Желдің бағыты өзгеріп, алыс жақтан боранның иісі сезіліп тұрды. Бүгін ауа райы бұзылады деп күбірледі Виктор. Қасында тек ескі мылтық, пышақ және шағын рюкзак болды. Түске дейін бәрі қалыпты өтті. Бірақ кенет орманның терең жағынан әлсіз айқай естілді. Виктор тоқтап қалды. Алғашында желдің дыбысы шығар деп ойлады. Бірақ бірнеше секундтан кейін әлгі дауыстағы қайталанды. Бұл жолы анық естілді. Біреу көмек сұрап жатқан еді. Орманның бұл бөлігінде адамдар өте сирек жүретін. Ең жақын ауыл ондаған шақырым қашықтықта орналасқан. Виктор еш ойланбастан дыбыс шыққан жаққа бет алды. Ол ағаштар арасымен жарты сағаттай жүрген соң, ескі жыраның түбінде жатқан ер адамды көрді. Шамамен 35 жастағы бейтаныс адамның аяғы қатты жараланған екен. «Көмектесіңіз», деді әлгі адам әрең сөйлеп. Виктор оны көтеруге тырысты. Бірақ дәл сол сәтте аспан күрт қарауытып, алғашқы қар ұшқындары түсе бастады. Алда келе жатқан боранның күшін орманшы бірден түсінді. Егер олар қазір орманнан шыға алмаса, екеуі де осы тайгада қалып қоюы мүмкін еді. Виктор бір сәтке де кідірмеді. Тайгада уақыттың әр минуты адам өмірін шешуі мүмкін екенін ол жақсы білетін. Жараланған ер адамның аты Андрей екен. Ол бірнеше күн бұрын достармен аңшылыққа шыққанын, бірақ тұман кезінде топтан адасып кеткенін айтты. Бірнеше шақырым бойы бағытсыз жүрген соң жыраға құлап, аяғын сындырып алған. Қар күшейе түсті. Виктор айнала қарап шықты. Қазір оны үйіне дейін сүйреп апару мүмкін емес еді. Ауа райы сағат сайын нашарлап бара жатқан. Сондықтан ол ең алдымен түнейтін орын дайындауды шешті. Орманшы қалың шыршалардың арасынан жел өтпейтін жер тауып алды. Қалтасындағы балтасымен құрғақ бұтақтарды шауып, уақыт шақтасын жасады. Кейін бірнеше шыршаның бұтақтарын төсеп, Андрейді жердің суығынан қорғады. Күн батқанша екеуі от жақты. Боран күшейген сайын орман өзгере бастады. Күндіз тыныш тұрған ағаштар енді гуілдеп, бір-біріне соғылып жатқандай әсер қалдырды. Андрейдің қызуы көтеріліп бара жатты. «Мен шыдай алмайтын сияқтымын, Виктор», деді ол әлсіреген дауыспен. «Шыдайсың, таң атқанша аман болсақ, қалғанын да еңсереміз», деп жауап берді орманшы. Түн ауыр өтті. Бір кезде Виктор алыстан қасқырлардың ұлығанын естіді. Алғашында біреу ғана сияқты еді. Кейін екіншісі қосылды. Артынша тұтас үйірдің дауысы орманды жаңғыртты. Андрейдің көзі шарасынан шықты. «Олар бізге келе ме?» «Әзірге жоқ. Бірақ отты өшірмеуіміз керек». Виктор түні бойы көз ілмеді. Таң ата боран сәл бәсеңдегендей болды. Бірақ жаңа мәселе пайда болды. Андрейдің жағдайы күрт нашарлаған еді. Орманшы оның аяғын қарап шықты. Сынған жер қатты ісіп кеткен. Егер бүгін көмек көрсетілмесе, жағдай қауіпті болуы мүмкін. Виктор шешім қабылдады. Жақын маңдағы орман бақылау мұнарасына жету керек. Ол жерден төтенше жағдай қызметіне хабарласуға болатын ескі радиостанция бар еді. Бірақ мұнараға дейін кемінде 15 шақырым жол жатыр. Андрейді жалғыз қалдыру қауіпті. Өзімен бірге алып жүру одан да қиын. Бірақ басқа амал жоқ болатын. Виктор жас шыршаларды кесіп қолдан шана жасады. Арқан орнына белбеулер мен жіптерді пайдаланды.
Түске қарай жаралы адамды шанаға жатқызып қар басқан тайга арқылы сүйрей бастады. Әр қадам ауыр еді. Қар тізеден келеді. Суық -30 градусқа жақындаған. Бірақ орманшы тоқтамады. Кешке қарай олар мұнараға жеткен кезде Виктордың күші таусылуға жақын қалған еді. Ол ішке кіріп шаң басқан радиостанцияны қосты. Алғашқы бірнеше әрекет нәтиже бермеді. Кенет динамиктен әлсіз дауыс шықты. Байланыстамын, тыңдап тұрмын. Виктор орнынан атып тұрды. Мұнда орманшы Соколов, бізге шұғыл көмек керек. Бір адам ауыр жараланған. Байланыс үзілмеді. Құтқарушылар оның координаттарын қабылдап үлгерді. Енді ең қиыны олардың келгеніне дейін аман қалу еді. Виктор бір сәтке де кідірмеді. Тайгада уақыттың әр минуты адам өмірін шешуі мүмкін екенін ол жақсы білетін. Жараланған ер адамның аты Андрей екен. Ол бірнеше күн бұрын достармен аңшылыққа шыққанын, бірақ тұман кезінде топтан адасып кеткенін айтты. Бірнеше шақырым бойы бағытсыз жүрген соң жыраға құлап аяғын сындырып алған. Қар күшейе түсті. Виктор айнала қарап шықты. Қазір оны үйіне дейін сүйреп апару мүмкін емес еді. Ауа райы сағат сайын нашарлап бара жатқан. Сондықтан ол ең алдымен түнейтін орын дайындауды шешті. Орманшы қалың шыршалардың арасынан жел өтпейтін жер тауып алды. Қалтасындағы балтасымен құрғақ бұтақтарды шауып, уақыт шақтасын жасады. Кейін бірнеше шыршаның бұтақтарын төсеп, Андрейді жердің суығынан қорғады. Күн батқанша екеуі от жақты. Боран күшейген сайын орман өзгере бастады. Күндіз тыныш тұрған ағаштар енді гуілдеп, бір-біріне соғылып жатқандай әсер қалдырды. Андрейдің қызуы көтеріліп бара жатты. Мен шыдай алмайтын сияқтымын, Виктор, деді ол әлсіреген дауыспен. Шыдайсың, таң атқанша аман болсақ, қалғанын да еңсереміз, деп жауап берді орманшы. Түн ауыр өтті. Бір кезде Виктор алыстан қасқырлардың ұлығанын естіді. Алғашында біреу ғана сияқты еді. Кейін екіншісі қосылды. Артынша тұтас үйірдің дауысы орманды жаңғыртты. Андрейдің көзі шарасынан шықты. Олар бізге келе ме? Әзірге жоқ. Бірақ отты өшірмеуіміз керек. Виктор түні бойы көз ілмеді. Таң ата боран сәл бәсеңдегендей болды. Бірақ жаңа мәселе пайда болды. Андрейдің жағдайы күрт нашарлаған еді. Орманшы оның аяғын қарап шықты. Сынған жер қатты ісіп кеткен. Егер бүгін көмек көрсетілмесе, жағдай қауіпті болуы мүмкін. Виктор шешім қабылдады. Жақын маңдағы орман бақылау мұнарасына жету керек. Ол жерден төтенше жағдай қызметіне хабарласуға болатын ескі радиостанция бар еді. Бірақ мұнараға дейін кемінде 15 шақырым жол жатыр. Андрейді жалғыз қалдыру қауіпті. Өзімен бірге алып жүру одан да қиын. Бірақ басқа амал жоқ болатын. Виктор жас шыршаларды кесіп қолдан шана жасады. Арқан орнына белбеулер мен жіптерді пайдаланды. Түске қарай жаралы адамды шанаға жатқызып қар басқан тайга арқылы сүйрей бастады. Әр қадам ауыр еді. Қар тізеден келеді. Суық -30 градусқа жақындаған. Бірақ орманшы тоқтамады. Кешке қарай олар мұнараға жеткен кезде Виктордың күші таусылуға жақын қалған еді. Ол ішке кіріп шаң басқан радиостанцияны қосты. Алғашқы бірнеше әрекет нәтиже бермеді. Кенет динамиктен әлсіз дауыс шықты. Байланыстамын, тыңдап тұрмын. Виктор орнынан атып тұрды. Мұнда орманшы Соколов, бізге шұғыл көмек керек. Бір адам ауыр жараланған. Байланыс үзілмеді. Құтқарушылар оның координаттарын қабылдап үлгерді. Енді ең қиыны олардың келгеніне дейін аман қалу еді. Сол түні Виктор көз ілмеді. Пештің оты сөнбеуі үшін ара-тұра ағаш салып отырды. Сырттағы қасқырлардың ұлыған дауысы кейде алыстап, кейде қайта жақындайтын. Түн ортасында күтпеген дыбыс естілді. Үйдің қабырғасына бір нәрсе соғылғандай болды. Андрей селк етіп оянды. Не болды? Тыныш отыр, деді Виктор сыбырлап. Ол терезеге жақындап қарады. Үйдің маңында 5 қасқыр жүр екен. Ашыққан жыртқышта адамдардың иісін сезіп, оңай олжа күткендей айна соқтап жүрді. Бірақ Виктор тайгада ұзақ жыл өмір сүрген адам еді. Ол сыртқа шығып бірнеше алау дайындады. Оттың жарығы мен түтіні қасқырларды біраз уақыт қалыстатты.
Таң ата олар қайта жоғалып кетті. Алайда басқа мәселе пайда болды. Азық-түлік таусылып келе жатқан. Үйде бірнеше күнге ғана жететін қор қалған еді. Андрейдің қызуы біртіндеп түсе бастағанымен аяғы әлі қатты ауырды. Үшінші күн басталды. Боран баяу басылып келе жатты. Виктор сыртқа шығып аспанға қарады. Көптен бері алғаш рет көк аспанның бір бөлігі көрінді. Ол үйге қайта кіргенде алыстан әлсіз дыбыс естілді. Алғашында жел шығар деп ойлады. Бірақ дыбыс күшейе түсті. Бұл қозғалтқыштың үні еді. Виктор сыртқа жүгіріп шықты. Орман үстінде құтқарушылардың қар көлігі көрінді. Тікұшақ әлі ұша алмағанымен ауа райы жақсарған соң арнайы топ жермен жеткен екен. Бірнеше минуттан кейін адамдар үйге кірді. Фельдшер Андрейді тексеріп шықты. Сіз дер кезінде көмектеспегенде, оның аман қалуы қиын болатын еді, деді ол Викторға. Андрей көзіндегі жасты жасыра алмады. Мен өмірімнің сізге қарыздармын. Виктор үндемеді. Тек күлімсіреп қойды. Бірнеше сағаттан кейін құтқарушылар Андрейді алып кетті. Үйдің алдында тұрып қалған Виктор олардың орман арасымен алыстап бара жатқанын ұзақ қарап тұрды. Тайга қайтадан тыныштала бастады. Бірнеше апта өткен соң Виктор пошта арқылы хат алды. Хат Андрейден келген еді. Онда бір ғана сөйлем жазылған. Сіз мені ғана емес, өмірге деген сенімімді де құтқардыңыз. Виктор хатты ақырын бүктеп қойды. Терезенің ар жағында қар баяу жауып тұрды. Орман бұрынғыдай үнсіз еді. Бірақ сол үнсіздіктің ішінде бір адамның өмірі сақталып қалғанының тарихы жатты. Ал тайгада жалғыз өмір сүретін орманшы үшін бұл ең үлкен марапат болатын. Құрметті көрермен, егер бұл оқиға сізге ұнаса, видеоны лайк басып қолдаңыз. Осындай әсерлі өмірлік оқиғалар мен аман қалу хикаяларын жіберіп алмау үшін арнама міндетті түрде тіркеліңіз. Пікірге өз ойыңызды жазыңыз. Сіз Виктордың орнында болсаңыз, бейтаныс адамды құтқару үшін өміріңізді қатерге тігер ме едіңіз? Жауаптарыңызды пікірде күтеміз. Әр пікіріңіз арнаның дамуына үлкен қолдау болады. Келесі қызықты оқиғаларда кездескенше.